Сәлеметсіздер ме? Мен Семей көлік колледжінің математика пәнінің оқытушысы Қайсанова Балжан Саңғарқызы. Бүгінгі біздің сабақта өтетін тақырыбымыз сан логарифмі және оның қасиеттері. Сабақтың мақсаты логарифм ұғымымен танысу және логарифмге берілген есептерді шығару, дағдыларын қалыптастыру және қасиеттерін жаттау. Сабақта қолданылатын бағалау критерийлері логарифмнің ондық және натурал түрлерін ажырата біледі, логарифмге байланысты есептерді шығара алады, логарифмнің қасиеттерін практикада қолдана алады. Жалпы өткен тақырыппен байланыстырып өтсек, көрсеткіштік теңдеулер тақырыбымен біз бірінші теңдікті алсақ, 3 5 санын көбейтіп, 3 рет 5 санын көбейтіп, 125 теңдігін аламыз. Бұл теңдікті дәрежеге шығару деп аталатын 5-ші амал. Бұл амалда дәреженің негізі 5 саны және дәреженің көрсеткіші 3 саны беріліп, дәреженің мәні 125-ке тең саны ізделінеді. Енді дәрежеге шығаруға кері амалды анықтайық. 125 санын алу үшін қандай санды үшінші дәрежеге шығаруға қажет екенін анықтау керек болсын. Егер ол санды x деп белгілесек, онда x-тің кубы тең 125 теңдігін аламыз. Берілген дәреже 125 саны және оны берілген көрсеткіші 3 саны бойынша x санын табу амалы түбір шығару деп аталып былай белгіленеді. Түбір шығару 6-шы алгебралық амал. 125 санын алу үшін негізі 5 болатын дәрежені қандай көрсеткішке шығару керек? Ол санды x деп белгілесек, онда 5-тің x дәрежесі тең 125 түрінде теңдеуді аламыз. Дәреженің берілген негізі 3 саны және берілген дәреже 125 саны бойынша дәреженің көрсеткішін табу амалын логарифмді табу деп атаймыз. Бұл алгебралық 7-ші амал болып табылады. Жалпы алгебраны кейде 7 амалдан тұратын арифметика деп те атайды. Себебі алгебрада 4 арифметикалық амалдан басқа дәрежеге шығару және оған кері амалдарды қарастырады. Жаңағы амалымыз 125 санының 5 негізі бойынша логарифмі деп аталады. Оны логарифм 5 негізді 125 тең 3 деп жазамыз. 5 саны негіз бұл жерде. 125 саны логарифм 5 негізді 125 тең 3. Жалпы 5-тің кубы тең 125-ке деп аламыз. Келесі анықтамалары. Қандай да бір а санын x дәрежеге шығару арқылы алынған b саның a-ның x дәрежесі тең b теңдеуі түрінде жазуға болады. Мұндағы a және b берілген сандар, x белгісіз шама. Келесі анықтама b саны шығу үшін a негізі шығарылатын x дәрежеге көрсеткішін b санының a негізі бойынша логарифмі деп атайды. Логарифм a негізді b тең x жазуы негізі a болатын b санының логарифмі x-ке тең деп оқылады. Енді біз логарифмнің қасиеттерін атап өтсек, жалпы a саны негізінде тұрған әрқашанда 0-ден үлкен және 1-ге тең емес болып келеді. Бірінші формуламызды қарап өтсек, логарифм a негізді 1 тең 0. A дегеніміз ол бізде кез келген оң сан болады және ол 1-ге тең. Не себепті? Өйткені бізде a-ның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Келесі формуланы қарасақ, логарифм a негізді a тең 1. Өйткені a-ның 1 дәрежесі бізде 1-ге тең болады. Келесі формулада бізде 2 немесе бірнеше оң сандардың көбейтіндісінің логарифмі көбейткіштердің логарифмнің қосындысына тең болып табылады. Келесі қатынастың немесе бөлшектің логарифмі алымның логарифмі мен бөлімнің логарифмінің айырымына тең. Келесі 5-ші формуланы қарап өтсеңіздер, дәреженің логарифмі дәреже көрсеткішін дәреже негізінің логарифміне көбейткенге тең болып табылады. Егер тағы да логарифмнің қасиеттерін атап өтетін болсақ, негізі 10 болатын санның логарифмі ондық логарифм деп аталады. Ондық логарифмді жазу үшін LG белгісі қолданады. Яғни логарифм 10 негізді b тең логарифм LG b. Келесі анықтама ол негізі е болатын санның логарифмі натурал логарифм деп аталады. Натурал логарифмді жазу үшін ln белгісі қолданылады.
логарифм е негізді б тең ln б деп аламыз. Негізгі логарифмдік тепе-теңдік а-ның дәрежесі логарифм а негізді б тең б-ға. Өйткені а сан болса, логарифм негізінде кез келген сан болады, екеуін біз бір деп ала аламыз. Сол кезде бізде негізгі логарифмдік тепе-теңдік пайда болады. Енді мысалды қарастырып өтсек, негізі 5-ке дейін 25, 625 және 125-тен бір сандардың логарифмдерін табайық. Шешуі негізі 5 болатын 25 санның логарифмі 2-ке тең, себебі 5-тің квадраты 25-ке тең, немесе логарифм 5 негізді 25 тең 2 деп жазамыз. Логарифм 5 негізді 625 тең 4 болады. Өйткені 5-тің 4 дәрежесі 625-ке тең. Келесі логарифм 5 негізді 125-тен 1 тең -3-ке болады. Өйткені 5-тің -3 дәрежесі 125-ке тең. Келесі мысалды қарастырып өтейік. Логарифм 2 негізді 8. 2 негіз, бұл жерде 8 саны. 2 негізді 8 деп оқимыз. Логарифм 2-нің қандай дәрежесі 8-ге тең? 2-нің кубы 8-ге тең, яғни логарифм 2 негізді 8 тең 3 болады. Келесі логарифм x негізді 16 тең 4. Бізге x-ті керісінше табу керек. Бізде қандай санның 4 дәрежесі 16-ға тең деп іздейміз. Сонда бізде 2 санның 4 дәрежесі 16-ға тең болып табылады. Келесі логарифм 2 негізді а тең -4. Мұнда бізге керісінше санды табу керек. 2-нің -4 дәрежесі қандай санға тең болып табылады? Бізде 16-дан 1 деген санға тең. Жаңағы айтып өткен қасиеттерге сүйене отырып, 2 мысалды қарастырып өтейік. Бірінші мысал, бізде логарифм 12 негізді 2 қосылған логарифм 12 негізді 72 мысалын қарастырамыз. Егер екеуінің арасында қосу таңбасы тұрса, яғни біз 2 мен 72 санын көбейтеміз. Бұл жағдайда бізде логарифм 12 негізді 144 санда пайда болады. Яғни 12-нің қандай дәрежесі 144-ке тең? 12-нің 2 дәрежесі бізде 144-ке тең. Сонда жауабы 2-ке тең болады. Келесі мысалда біз екінші формулаға сүйенеміз. Логарифм 5 негізді 35 азайту логарифм 5 негізді 7 теңдеуін алған кезде бізде арасында азайту таңбасы тұр. Яғни біз 35-ті 7-ге бөлеміз. Логарифм 5 негізді 35 бөлу 7 деп аламыз. Ол бізде логарифм 5 негізді 5-ке тең болады. Бізде енді 5-тің 1 дәрежесі 5-ке тең, яғни жауабы 1-ге тең болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге бүгінгі тақырып өте түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.